КТЖда кәсіби шамшырақ корпоративтік дамыту бағдарламасы бойынша 3 модульді оқу аяқталды. Оқыту бағдарламасы кәсіби және көшбасшылық құзыреттерді дамытуға және басқарудың озық құралдарын енгізуге бағытталған. Кәсіби шамшырақ программасы біздің машинист нұсқаушылар үшін өте пайдалы бағдарлама. Жаңа талаптар, техникалық сабақтарды жаңа форматпен өткізу жобасы. Бұл бағдарламаның барысында біздің машинист нұсқаушылар бүкіл компанияның бүкіл аймақтан келіп, жиналып жүздесіп, өздерінің тәжірибелерімен алмасып жатыр. Оқу бағдарламасы 1,5 айға созылды. Спикерлер ретінде КТЖ мен Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы мамандары мен сарапшылары шақырылды. Кәсіби шамшырақ атты бағдарламаға келгеніме өте қуаныштымын. Себебі бұл бағдарламадан өзіме деген көптеген тәжірибелер алмастым. Осы аяқта үйретіп жатырған андрогогика саласы бойынша ересек адамдарға қалай сабақ жүргізу мәселелерін де үйрендік. Бұл салада қазіргі темір жолда көп жұмыс атқаратын адамдардың барлығы ересек адамдар. Сол себепті оларға қалай жеткізу, қалай сабақ үйрету мәселесімен айналысамыз. И как раз таки желательно всегда получать обратную связь. Кәсіби шамшырақ бағдарламасы бойынша машинист нұсқаушылардың академиялық сабақ өтті. Өте жақсы білімдер алдық, кәсіби мамандардан тренинг сабақтарын алдық. Педагогика, андрогогика саласы бойынша көзіміз ашылып, қазіргі таңда жоғары деңгейде кәсіби біліктіліктерімізді арттырдық. Құдай қаласа өзіміздің жұмыс жасап жатқан мекемемізге барып, қол астымызда істейтін машинистермен олардың көмекшілерін осы бағыт бойынша сабақ өткізетін боламыз. Оқу аясында цифрландыру, ESG, еңбек заңнамасы, КТЖдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен үнемді өндіріс әдістері мен құралдарын пайдалану мәселелері бойынша тәжірибе алмасу өтті. Кәсіби шамшырақ бағдарламасын КТЖ жүк тасымалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі локомотив бригадаларының 53 машинист нұсқаушысы аяқтады.